Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Оқырман хаты, бірінші хат. Мен бұл оқиғаны мамырдың 11-інде жазып отырмын. Бүгін анамның туылған күні. Ол 1998 жылы қайтыс болған. Қазір кешіріңіз деп айту керек болған жан дүниеден озған соң, ең болмағанда осы хатты жазайын деп отырмын. Біз бәріміз бір қарағанда күшті болып көрінеміз. Өзімше өкпешіл болып, кейде тәкаппарлықтан паңданып, қыңыр мінезді болып кетеміз. Аналарымыз тірі болса да, бала күнгі ренішімізді кешіре алмаймыз. Мен де дәл сондай адамдар қатарынан болатынмын. Мен анама ешқашанда жылы шырай танытпаған едім. Кейде тіпті немқұрайлы болдым. Мұның әрине өзіндік себептері болды. Ол жөнде қазір сөз қозғағым келмейді. Ол да мені қатты еркелетпейтін. Оның негізгі себебі ол жетім болып өсті десе де болады. Ол ана махаббатын қандай екен ешқашан сезінбеген. Өгей шешесінің тәрбиесінде болған. Өгей шешесінің онымен махаббат түгілі шаруасы да болмайтын. Бірақ менің анам соған қарамастан ерекше рухы мықты адам болатын. Ол үйді дәмді тағамдарды, әдемілік пен тазалықты жақсы көретін. Үстелде әрқашан жаңа тірі гүлдер болғандығын қалайтын. Менің мектепте жақсы оқуым үшін ол қаладағы ең ауыр, қиын деген жұмыстарды істеуден де бас тартпайтын. Менің жақын құрбым анамды осы іскерлік пен батылдық қасиеті үшін қатты құрметтейтін. Мектеп кезінде мен барлық үй шаруасынан босатылдым. Менің жалғыз алаңдаушылығым шкафтағы сөрені тәртіпке келтіру болады. Анам үнемі, қызым, жақсы оқы, әйтпесе мен сияқты ауыр жұмыс істейтін боласың деп қайталай беретін. Анам өмірінде мені мектепке орналастыру үшін бір ғана рет барған. Одан кейін қайта-қайта мектепке баруының қажеті де болмады. Себебі мен озат оқушылардың бестігінде едім. Мен оның маған артқан үмітін үздік оқушы болып ақтап шыққаныммен, оған менен күткен жылылықты еш бере алмадым. Сол үшін қазір қатты өкінемін. Оқу бітіріп жақсы жұмысқа тұрдым, аяққа тұрдым. Кейіннен іс-сапармен Иракта болғанда, оған көйлектерге көптеген әдемі маталар әкелдім. Олардың барлығын бірден тігіп қуана киіп алатын. Өйткені оның жастығы соғыстан кейінгі аштыққа ұшырады. Және көйлектері жеткіліксіз болатын. Ол бұрынғы жеткіліксіз болған дүниелердің орнын осылай бірден толтырғысы келетін. Ендігі бұрынғыда кедей әйел болмаса да, ол өзінің сүйікті оңтүстік базарында серуендеп жүргенде, анам жетпей қалады-ау деген іштегі қорқынышпен базар сөрелерінде кез келген керек емес ұсақ түйекпен сөмкесін толтырып алатын. Бұл туралы маған кейіннен әжем айтқан болатын. Білесің бе, сол кезде сенің шешеңмен бірге базарға баруға қатты ұялатымын, дейтін әжем. Мен анамнан бұл қылығы жөнінде сол кездері неге осылай істейсің деп ештеңе сұрамадым. Тек жылдар өткен соң Людмила Гурченконың «Аплодисменты» атты кітабын оқығаннан кейін мен оның қайдан шыққандығын түсіндім. Айтып өткенімдей, ол соғыс жылдарына тұспа-тұс келген ашаршылық кезеңдерінен, аштық пен жетіспеушілікте өткен балалық шақтан бастау алады екен. Олар осылайша ұсақ түйектен амалдап өлместің күнін көріпті. Уақыт алға жылжып, заман өзгерсе де, адам санасында басынан өткен әрбір қиыншылығы есте қалады емес пе? Ал біз болсақ, адамның тек іс-әрекетіне сырттай қарап, байыбына бармай жатып қате бағалаймыз, оларды сынаймыз. Бүгінде анамның қайтқанына біраз уақыт болса да, мен әлі күнге дейін оның бейітіне бара алмаймын. Әрине, біз оны бүкіл отбасымызбен жиі еске аламыз. Тіпті менің бұрынғы қаладағы ескі досым да, оның барлық туыстары да оны жылылықпен еске алады. Бірақ менің әлі күнге дейін оның бейітінен баруға дәтім шыдамайды. Мұның бәрі не үшін жазып отырмын деп сұрайтын шығарсыздар. Менің бұл жазбам аналардың жүрегін, аналық сезімдерін ескермей, аяққа таптап жүрген жандарға арналады. Мен сияқты кейін өкініштің өзегінде өкініп қалмас үшін, олардың тірі кезінде қадірін біліп, барлық өкпе реніштеріңізді кешіріңіздер. Біздің
Көп нәрсеге бола жазғыратын аналарымыз да біз секілді бұл дүниеге бірінші рет келді. Ешкім идеалды ана, идеалды бала болу нұсқаулығымен өмірге келмейді ғой. Бәріміз пендеміз. Олардың қателесуі, шаршауы, кейде ренжуі де қалыпты нәрсе. Анаңызбен керісінше бірге өткізген тек жақсы сәттерді жадыңызда ұстауға тырысыңыз. Солардың бірі, анам менің бойымда теңізге деген сүйіспеншілікті оятты. Әр демалыс сайын ол екеуміз теңізге демалуға баратынбыз. Қазір сол кездерді сондай қатты сағынышпен, асқан жылулықпен еске аламын. Әттең-ай, сағым болған кездер-ай. Кешірші мені, анашым. Күн сайын мен сені жан дүниеңнің тыныштығы үшін және о дүниеге өткен барша ізгі адамдар үшін дұға етемін. Сіз де ол жерде біз үшін дұға етіп жатқаныңызға сенемін. Сіздің сүйікті қызыңыз. Сіздер де, құрметті оқырмандар, аналарыңызды күнде үнемі бір мезет болсын еске алып және ешқашан да жүректеріңізден, тілектеріңізден шығармауларыңызды өтінемін. Оқырман хаты қалай болды? Төменде сіздер де өз пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады.